Anamdan babam. Evet. Балалы. 81 яшлы Амиде Якубованың байлығы оның торун ве торунчелері. Бита ескі фоторесімлеріні еліне алып, торунларына өмірінде көрген кечіргенлеріні сық-сық тариф ете. 1944 сенесі миллетімізге низбеттен япылған зұлым ве фажиалы сүргінлік қабатсыз Қырым татар балаларыны балалық қуанчындан махрум етті. Мен Пычқы көйінде доғылдым. 4 yaşında olғанда сүргін yaptılar. Oralға жіберділер біздерін. Babam, anam, bitam и қыз қардашым Esma. 4 яшлы Амиде Уралға, Мариэлге түшті. Мында Құранта ачлық ве хасталықларға оғырады. Анам дағда çalışaydı, дақ пұчайдылер. Елетіп біздерін баққан анам. Сон тиф хасталығы оған. Больницаға түшкен, мені детсадқа берекіндер. Бабам хастаята, бірек печенье неметсем, ашамайып жебіме қойып, бабама кетірекін. 4 yaşlı бала сонда. Бір қач вақыттан сон Амиде Битаның Қорантасы Өзбекистанға көче. Сүргінлікте яшаған бірінші еллар халқымыз үшін пек ақыр олды. Кечкене Амиденің анасы қызыны ачылықтан құртармақ үшін эмжесіне бере. Эмжем келді тұрды армиядан. Битамын да мені де өзіне алды, Ургут районын алды, о да Өзбекистан. Эмжем мені бақты. Но маңа айтмадылар, что мен анам сау, бабасы өлді, анасы жоқ дейділер, біледім, что мен анам жоқ. Әр вақыт анамын азырлай едім, конечно. Айтқанда жүрем. Қыз анасының анжақ 13 yaşында қавышты. Яшлықтан ағыр ішке алышқан Амиде ханым ватанға қайтмақ үшін чоқ çalışты. Нәйет, 80-нчі сенелерінің соңында Қырымға yol açıldı. Ve o Қорантасының Ақмешітке көчті. Әр ел 18 майыс бүтін халқымызның бір сырада бұ Қоранта үшінде матем күнідір. Амиде Бита торынларына бұ зорлықлар ақында екее ете. Біз оны ұнытмайық балам. Бетанға келгеніме о қадар қуанам. Doğrusunu айтқанды. Бұларын епсі олар біле, торынарым ерші біле, айтам мен әр вақыт. Нас түшінейім, яқшы немелер түшінеміз іште беле. Чекішкенлерімізін айтамыз іште балачы. Çok şükürdük Өзбекстанда. Амиде Битаның торыны Селеме Исмаилова Қырым татар тілі ожасы. О әр ел талебелері үшін сүргінлекке бағышланған тедбірлеріні кечіре, ләкин оның фікірінше темел evde қойыла. Şimdi ortanca balam, o 4 yaşına olacak, daha ufak bala anlamağa çok anlamaydı. Ama bitam öyle yaşında endi mecbur olup tapkan kartop kabukların pişirip o muhtacını korup onun can kurtarıp meselesini geçirmeye gerek edi. Elbette bu acınıqlı şey. Tasavvur etmeyeyim. Men bilesem bu en birinci bu evde olgan malumat birinciden. Çünkü her bir insan öz Qorantasının tarixini bilmek gerek. Ekinciden bu elbette demek. 18 Mayıs sürgünlük başı akladı, Kırım'ın toprağı taşı, inledi dağları, kırları, hayası, serildi Miltim'nin balası çağısı. Амиде Бита бүтін өмір Қырым sevgisinin yaşay. Bu sevgi hangi kıyınlıklarını yenmege yardım etti. Bugün o gerçekten de бақытлы kadındır. Çünkü onun 2 balası, 6 torunu ve 9 torunçası var. Kırım men için vetanımız, sevgili vetanım. Men her vakit buna gururlanam, özümüzün vetanda yaşaganımız. Yaxşı günler yaşamaklar kısmet etsin. Akıllı fikirli olup vetanımızda yaşaganlarını isteyeyim.